Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясы мультивитамин формуласы жайлы болады. Оның құрамын айтамыз, қай кезде қалай қолданамыз және қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі біздің тақырып осы. NL компаниясының өнімі болып табылады мультивитамин формула. Өндірушілердің айтуы бойынша адамның иммунитетін жақсартуға, организмде болатын зат алмасу процесін күшейтуге және адамның көңіл күйін жақсартуға көмектесетін бір кешенді витаминді минералды комплекс болып табылады. Сонымен мультивитамин жайлы не айта аламыз? Жалпы витаминді минералды қоспалар бұл көптеген зерттеулер бойынша адамның организмде жақсы бір пайдасы бар. Егер оны біз дұрыс қолданатын болсақ және керек кезде қолданатын болсақ, ол қай кезде болады? Витаминді минералды комплекстер негізі қолданатын кезі бұл адамның қартаю процесіне байланысты. Бірінші кезекте өйткені білесіздер, 25 жастан асқан екен адам біртіндеп қартая бастайды. Сол кезде адам білесіздер, бұл терісде, шашта, тырнақта болатын өзгерістер, сонымен қатар ішкі органдарда болатын өзгерістер, жалпы зат алмасу процесінің кішкене төмендеуі, баяулауы сияқты осындай өзгерістер болады. Сол кезде витаминдер білесіздер, бұл зат алмасу процесінің негізі зат алмасуда қатысатын заттар. Өйткені бір витаминге жетіспей қалатын болса, организмде өте қатты өзгерістер болуы мүмкін. Ең қарапайым мысал бұл витамин С. С-ның жетіспеуіне байланысты баяғыда цинга деген ауру болған, білесіздер, бұл тістің ауызда қатты жараның пайда болады, адам тамақшамай, адам аштан өлетін болғанда, бұл көбінесе теңізшелерде болатын болған. Сондықтан бұл витаминдер міндетті түрде организмге керек, ол бірден көрінбеуі мүмкін. Шынында да өйткені бүгін ішетін болсаңыз, бүгін сізге бір ешқандай результат бермеуі мүмкін, бірақ оны біз байқамаймыз. Сырттай байқамауымыз мүмкін, бірақ бұл организмде өте маңызды роль атқарады. Сондықтан витаминдер қартаю процесінің кішкене тежеу үшін қолданылады бір жағдай. Екіншіден бұл адамның жалпы иммунитетін жақсартады. Өйткені мультивитамин формуланың құрамында бұл витамин цинк бар, витамин А бар, Е бар, бұлардың бәрін тізіп айтудың қажеті жоқ. Бұл жерде минералдар мен витаминдер, олардың жұмыстары әрқайсысы әртүрлі. Кейде олардың бір-бірінің жұмысын қайталайды. Сондықтан бәрін тізіп айтудың қажеті жоқ, бірақ негізі бұл зат алмасу процесін күшейтеді, екінші иммунитетті жақсартады. Содан жалпы адамдың шашқа, тырнаққа, теріге оң әсері бар. Сондықтан біз бұны қалай кезде қолданамыз? Біріншіден, егер де сіз дұрыс тамақ ішпейтін болсаңыз, бұл тамақтың құрамында жеткілікті мөлшерде жеміс жидектердің жетіспеушілігі болмаса, жеткілікті мөлшерде мысалы сбалансированный еда, майдың, қанттың және белоктың қатынасының бұзылуы. Сонымен қатар клетчатканың минералды заттар, витамині бар жеміс жидектердің болмауы. Бір ретте болмауы, былайша айтқанда. Сондықтан екінші жағдай бұл адам иммунитеті нашарлаған кезде. Адам иммунитеті қай кезде нашарлайды? Бұл қатты ауырған кезде, мысалы инфекциялық аурулармен ауырып өткеннен кейін болмаса, бір операциядан кейінгі жағдайларда адамның иммунитеті нашар болады. Сондықтан соны тез қалпына келтіру үшін осы мультивитаминдерді қабылдауға болады. Содан кейін адамның егер де созылмалы аурулары болса, бұл асқазан ішек жарасының аурулары көбінесе, өйткені бұл асқазан ішек жарасында адам өзі біріншіден диета сақтайды, асқазанды емдеу үшін. Соған байланысты бұл жеткілікті мөлшерде бізге қажетті заттар түспейді, ол бір жағдай. Екінші, адамның ішегінің, асқазанның жұмысы нашарлайды, сорылу процесі төмендеуі мүмкін. Соған байланысты да болады. Сонымен қатар бауырдың, бүйректің аурулары, қайталап витамин инфекциялық аурулар, басқа да осы жағдайларға байланысты адамның жалпы иммунитеті, жалпы адамның күші нашарлай бастайды. Соған байланысты адамның тез қартаюды болады. Өйткені көптеген жаңағы заттар организмге жетіспей қалады. Бұл біріншіден шашқа, тырнаққа, теріге, көзге жақсы әсер етеді. Тез білінеді. Осындай жағдай. Сондықтан осы қартаю процесінде адамның иммунитетін көтеру мақсатында мультивитамин формуланы ішуге болады. Бұның бағасы 3580 теңге. Өйткені не үшін бағасын айтып жатырмын, көбісі сұрайды, қанша теңгеден деп. Бұл 30 күнге жетеді, ішінде 60 капсула, бір капсуладан күніне 2 рет ішуге болады. Егер де күнге бөлетін болса, бір айға бөлетін болса, күндігіне бұл 120 теңге. Сондықтан 120 теңгеге біз ешқандай жеміс жидек сатып алмаймыз, өкінішке орай Қазақстанда қазір. Бірақ жаңағы витамин арқылы сол жеткілікті мөлшерде сол витаминдер, минералдарды түсіруге болады. Екінші жағдай, бұл витаминдерге сіздер гарантия бересіздер ма? NL компаниясының өніміне гарантия бересіздер ма деген сұрақтар болады мен оқырмандарымның арасында. Конечно, біз гарантия бере алмаймыз, өкінішке орай, өйткені бұл біздің өнім емес. Біз бұл компанияға тіркелгеніміз болмаса, бұның производствосы дейді ғой, өндіріс несіне біз араласпаймыз.
бірақ мен сіздерді жақсы түсінемін, өйткені ешкім өз ақшасына мысалы белгісіз түсініксіз затты сатып алғысы келмейді. Айтайын деген, сіздер бір зат сатып алмас бұрын отзывтарды көріңіздер. Бұл интернетте қазір барлық жерде бар. Отзывтар өте көп. Біреулері барлық кезде жақсы емес шығар мүмкін. Сондықтан отзывтарды тыңдай отырып және NL компаниясы жайлы информация жинау арқылы осы өнімді қабылдасаңыздар болады. Енді қабылдайын ба, қабылдамайын ба деген мәселе бар. Витаминді минералды комплекстерді өйткені өте көптеген зерттеулер бар. Бір зерттеулер айтады, бұл қолданбау керек, екінші айтады, оны қолдану керек дейді. Сондықтан бұл жерде өзіңіздің жалпы жағдайыңызға байланысты көріңіз. Тамағыңызда өте сбалансированный болса, ешқандай сізде стресс болмаса, ешқандай сізде денеңізде ауру болмаса, ішегіңіз ауырмаған болса, шашыңыз, тырнағыңыз, теріңізде ешқандай әжім, шашыңыз түсіп жатқан болмаса, конечно, витаминдерді ішудің қажеті жоқ. Өйткені сіз жаңа тамақ арқылы барлығын түсіріп жатасыз. Ал егер де жаңағы айтқан созылмалы аурулар, сонымен қатар стресс, сонымен қатар жаңағы сбалансированный тамақ болмайтын болса, сіз дұрыс тамақ іше алмай жатқан болсаңыз, енді өкінішке орай бұл витаминді ішуге тура келеді, сырт жақтан қабылдауға тура келеді, жетпей жатқан заттарды. Қарсы көрсеткіштер қандай? Бұл биологиялық белсенді қосымша деп аталады, орысшасы БАД деп атайды. Сондықтан бұл БАДтардың бәрі 18 жастан кейін қабылданады. 14 жастағы балам ішіп көрді, нормальный деп айту мүмкін адамда, ол нормальный болуы мүмкін, бірақ жалпы заң жағынан қарағанда, негізі тіркелу жағынан БАД болған екен, бұл 18 жастан жоғары қарай қабылдайды. Одан кейін жүкті әйелдерге болмайды. Бірінші, екінші, үшінші триместрде де болмайды, одан кейін емізіп жатқан кезде де бұл болмайды, өйткені заң бойынша ол болмайды. Бір сөзбен айтқанда, мен қазір ютубта оны болады деп айта алмаймын, өйткені ол дұрыс болмайды сіздер менің жағымнан. Екінші, аллергиялық реакция болатын болса, осы компоненттерге, өйткені бұл жерде көптеген витаминдер бар, көптеген минерал заттар бар және қосымша тағы да заттар бар. Олардың біреуі болмаса, біреуі аллергия беруі мүмкін. Осы жағдай сонымен қатар мына бауырдың, бүйректің және жүректің ауруларында болмайды. Осындай жағдай. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Егер де түсініксіз болса, WhatsApp-қа жазыңыздар. WhatsApp номері әрдайым осы менің YouTube каналымның жазылып тұрады. Сондықтан сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.